Йоу досым, егер сен менің арнама бірінші рет келген болсаң, онда сен менің арнама жазылып лайк бас. Себебі мен сендер үшін қатты тырысам, оны монтаждау, тағы да оны превью күту, превью жасату, оның бәріне уақыт кетеді. Сондықтан менің осы істеген еңбегімді бағалап, менің арнама жазыл. Сен әлі лайк баспай отырсың, сондықтан мен сен соны сезіп отырмын. Сен видеоның басында лайк басып, каналға тіркеліп қой. Сосын керемет комментарийіңді жазып кетуді ұмытпа. Егер кімнің комментарийі күшті болса, мен соны закреп жасайтын боламын. Ал видеоға кет, go. Сапалы дауыс, сапалы видео, сапалы арна, бұл қарапайым Розидің арнасы. Достар, сіздер бұл арнадан өте кереметтей видеоларды көре аласыздар. Ол өзі өте қатты тырысатыны көрініп тұр екен, достар. Давайте бәріміз оны қолдап лайк басып кетейік. Бұл арнада 1100 подписчик болғанымен каналында актив, превьюда, яғни әдемі, және де видеоларында актив аз. Себебі бұл баланың активі аз екен. Давайте бәріміз тіркеліп қолдап жіберек. Сендердің қолдарынан келеді, мен сендерге сенем. Сілтемеде болады, тіркеліп қолдап жіберек. Ал енді біз келесі пиарға кет, go. Келесі ұсынатын каналым бұл Диас МКПші. Достар, бұл ютубқа жадан келген ютубер екен. Давайте бәріміз қолдап каналына тіркеліп видеосына 10 тиктан деп жазып кетейік. Достар, давайте. Енді бұл қазақ ютубын дамытатын бала екен. Енді превьюшкалар өте әдемі. Мына соңғы видеосында превью жоқ, но енді сол видеосына барып 10 тиктан деп жазып кетейік. Қазақ ютубын қолдайық, достар. Қазақ ютубын дамытатын осы балдар. Давайте бәріміз тіркеліп, сілтемеден өтіп, осы балаға 10 тиктан деп жазып кетейік. Ал енді мен видеома кеттім, достар. Go-те. Достар, алдыңғы мини-конкурстың жеңімпазы осы Фелзи. Фелзи, мен сені 100 теңгемен құттықтаймын. Қазір осы сенің номеріне 100 теңгені салатын боламын. Күт енді саған салатын боламын. Go-те. Достар, уайымдамаңыздар, мен тағы да мини-конкурс ұйымдастыратын боламын. Достар, бұл мини-конкурста, достар, 2 орын болады, яғни шок, 2 орын болады, достар. Оның бірінші орны 150 теңге, ал екінші орны Гривик серверінде 20 000 коин. Достар, сіздер қатысу үшін менің арнама тіркелесіздер, және осы видеоға 2 аккаунтпен лайк басасыздар и спонсорға тіркелесіздер. Жай ғана спонсорға тіркеліп, 2 спонсорға тіркелесіздер, және киви номерлеріңіз қалдырасыздар. Достар, міндетті түрде 2 аккаунтпен лайк басу керексіздер. Егер лайк баспасаңыздар, онда қатыса алмайсыздар. Сондықтан тез-тез 2 аккаунтпен лайк басасыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Қатысып кетіңіздер, в общем. Ал енді мен видеома кеттім, достар. Go-те. МКПСер қауым, сіздермен бірге мен әдеттегідей 10 тик, достар. Бүгінгі видеода, достар, мен сіздерге яғни алда келе жатқан ютуберлер, яғни жаңа ютуберлерге бүгін кеңесімді айтатын боламын. Достар, енді осы видеоны соңына дейін қара, яғни дәл сен осы ютубта дами алмай жүрген ютубер болсаң, онда осы видеоны міндетті түрде қара. Себебі менің бір айтқан сөздерім, яғни кеңестерім саған көмектесуі мүмкін. Енді достар, яғни ютубта даму қиын, ютубта дами алмаймын, ютуб маған қиын көрінеді дейтін ютуберлер бар, арамызда бар ондайлар. Достар, енді сондай ютуберлер сіздер енді айтып бастай берейін. Ең бірінші, достар, сіздер ютубқа келмес бұрын бір нәрсемен айналысу керексіздер. Бұл немен айналысу керек десеңіздер, сіздер ақша табатын нәрсемен айналысу керексіздер. Яғни дизайнер боласыздар ма, немесе тағы бір нәрсе сатасыздар ма, сондай әйтеуір ақша тауып, яғни ең басында ақша тауып келу керексіздер. Ато сіздер ютубқа келген кезде ақшаңыз болмаса, онда сіз ютубта дами алмайсыз. Себебі оған оформлениеге, яғни пиар алуға, бұндайға керек. Хоть далада жұмыста жасасаңыз да ақша табуыңыз керек. Менің ойымша табуыңыз керек деп айта аламын. Енді оны істеу үшін сіз ең бірінші, яғни соны ақша тауып келу керексіздер. Сонда сіздер ақшаның арқасымен, яғни ақшаның арқасымен дегенде, сол ақшамен бірге дами аласыздар. Яғни ютубтан андай мықты дамып келе жатқан ютуберлерден пиар аласыздар, сөйтесіздер. Және екінші кеңесім, сіздердің шапкаларыңыз өте әдемі болу керек. Яғни қазіргі таңда рисованный ауа шапка өте мықты стильде, өте әдемі стиль десем де болады. Сондай стиль сатып алсаңыздар болады, себебі
соның арқасында сіздерге көп подписчик бару мүмкін. Иә, мен өзім ертең жақында сатып алайын деп жатырмын. Иә, сондай болу керексіздер. Достар, маған тіркел, саған тіркелем деудің қажеті жоқ, себебі қазір ондайдан актив құртылады. Яғни мен баяғыда өзім сөйтетінмін. Яғни бұрын менің Райли деген каналым болды, сода мен сөйтіп активімді құртып алып, соны сатып жіберген болатынмын. Иә, соның кесірінен актив құртылады. Ол адам тек сізге тіркеле қояды, болды, тіркеледі де қояды. Ол сіздің каналыңызды қарамайды, тек сізге тіркеледі, болды, қояды. Ал сіз соған мақтанып дегенде қуанасыз. Иә, оның бәрібір сізге пайдасы тимейді. Иә, және сіз сосын описание аш деген видеоларды көп салмау керексіз. Иә, ол тек мықты, андай активі мықты ютуберлер ғана істесе болады. Ал былай негізі жас ютуберлерге олай жасаудың керегі жоқ, себебі ол сенің көріп отқан аудиторияңдағы адамдар, олар ойлайды, ой, болды, мына балада болды, тек қана осындай видео шығады, описание аш күнде болды тастайды да, сізден отписка жасап сіздің видеоңызды көрмейді. Соның кесірінен сіз активіңізді жоғалтып аласыз. Менің кеңесім, иә, бұл ондай видеолардың түсірудің қажеті жоқ. Тек бір-екі ретке салып тұрсаңыз болады. Яғни ол маңызды кезде салып тұрсаңыз болады. Андай күн сайын жасап тұрудың қажеті жоқ. Одан актив түсіп кетеді. Иә. Иә, оның келесісі ол достар, келесі кеңесім ол хайповый видео түсіру. Яғни өзіңіз контент бастасаңыз болады. Яғни сіз өзіңіз контент бастасаңыз, көбісі қарай бастайды, және сізге көп просмотр жиналады. Иә, мысалы, жаңағы спиди сияқты ютуберлер туралы факт деген сияқты сондай кереметтей хайповый видеолар түсіруге болады. Жай безбарс түсірсең қазір ешкім көп қарай бермейді. Иә, енді арасында БВ клипс деген сияқтылар түсіріп қойға болады. Және сіздің скилліңіз енді мықты болсын деп айтпаймын, нормально болу керек. Яғни сіз қарап отқан, яғни сіздің аудиторияңыздағы адамдар сіздің пулпыңызға тамсанады, яғни күшті ойнайтыныңызға тамсанады. және БВ клипстарыңыз, енді реткі БВ клипс шарт тұрсаңыз, мысалы пруф монтаж шарт тұрсаңыз, сізге көп адам сіздің пулпыңызға тамсанады, яғни сіз сияқты пул басқысы келеді, сондай сияқты болғысы келеді. Иә, сондайлар бар. Сондықтан сондай болу керек деп ойлаймын. Иә, және өте кереметтей видеолар түсіру керексіздер. Мысалы, қазіргі таңда мықты ютуберлерден совместка алып, сондай интервью алып дамытам. Достар, сіздерге осы кеңестерім ұнаса, осы видеоға лайк басыңыздар, және менің еңбегімді бағалап, осы видеоға 90 лайк жинайық. Сіздер 90 лайк жиналатын болса, мен сіздерге өте кереметтей видеолар түсіруге тырысатын боламын. Енді достар, давайте бәріміз қолдап жіберейік. 90 лайктан кейін өте керемет видеолар шығаратын боламын. Сондықтан 90 лайкты жинап тастайық достар. Пока-пока, чау.